Қазақша каналды қолдап кетіңіздер. Адамды адам ететін де, хайуан ететін де тұрмыс екен. Мен соны білдім. Бір күні сабақ соңынан Тұрдыбекке тағы да келген едім. Төсегінің қасында отырмын. Тұрдыбек сау қолымен жастығының астын оқпалап бірдеңе іздей бастады. Сөйтсем, 3 тал домалақ кәмпит екен. Мә аға, же, саған сақтап қойдым, деп ұсынып жатыр. Бұл кәмпиттерді таңертең шаймен берген. Тұрдыбек жемей, өз аузынан жырып, маған сақтап қойыпты. Інімнің бауырмалды қылығына іші бауырым еріп кеткендей болды. Өзің жей ғой. Мен 2 түрлі мамандықтың адамын. Жасымнан керемет қадірлейтін едім. Бірі мұғалім, екіншісі дәрігер. Дүниедегі ең ақылды, ең мейірбан жандар осылар тәрізденетін. Мен мұғалім мен дәрігерден тек жақсылық күтуші едім. Оларға өз ата-анама сенгендей сенуші едім. Мұғалім мен дәрігерден оңбаған адам шығады деп мен еш уақытта да ойламайтын едім. Амал қанша? Шығады екен. Қатыгез тағдыр Тұрдыбек інімді дәрігердің оңбағанына кез келтірген. Ол оны адам-ау деп, келешегі бар-ау деп қарамаған. Аяғын сындырып алған лақ тәрізді көрген. Күйген қолдың әр саусағын жеке-жеке даралап байлап, емдемей қосып бірақ байлаған. Соның салдарынан жазыла келе 5 саусақ біріне бірі жабысып, бірігіп кеткен. Алақаны қасықтың басы тәрізденіп, шұқанақ қос болып қалған. Бұны біз інім ауруханадан шыққанда бірақ көріп білдік. Дәрігердің өз ісіне немқұрайлы қарауы өсе келе Тұрдыбекке аса қымбатқа түсті. Күйген қолы еңбек етуге, айыр күрек, балта секілді еңбек қаруын ұстауға жөнді жарамайтын болды. Байғұс бала сөйтіп мәңгілікке мүгедек болып қалды. Мен үшін жазғы демалыстың болғанынан болмағаны артық. Қайда барам? Тағы да кімнің қолына телміріп қараймын? Қостөбеге күміс шешеме жолағым келмейді. Қостөбеден өзімнің Қостөбемнен безер болуыма және бір себеп бар, ол колхоз жұмысы. Бригадир төбемді көрісімен атының басын ұрып жетіп келеді. Ой, әке, оқуың бітті ме? Кеп қалдың ба? Олай болса, ертеңнен бастап жұмысқа шық. Ана шөп машинаның біреуінің атына мін, деді. Біз үшін, жалпы балалар үшін, жазғы демалыстың демалыс деген тек аты ғана. Ал заты әлгідей жаз бойы колхозда жұмыс істейміз. Күз боп, оқу басталарда, сонда ғана жұмыстан мойнымыз босап, оқытаймыз. Біз үшін нағыз демалыс ол оқудың басталуы. Амал қанша? Қостөбеге келдім, басқа барар жер жоқ. Әкем бұл кезде жалғыз үй боп, ауылдың сыртында бойдақ қана бағады екен. Ескі бір тамды ғана паналап отыр. Бір бөлмеде өздері тұрады. Қарама-қарсы төбесі ашық, басқа бөлмеге түнде сиыр қамайды. Далан үй екеулеріне ортақ, ол да төбесіз. Адам тұратын бөлмеде керек десеңіз есік те жоқ. Есік орнына ескі бір дағар ұстап қойған. Кейде үйде адам жоқта сұғанақ сиырлар тамақ иісін біліп кіріп кетіп, оны-мұныны шашып, қазан аяқтың әптер-тәптерін шығарады. Күн ыстыда оқыра қуған сиырдан өткен ақымақ нәрсе бар ма? Құйрықтарын қайқайтып тігіп алып, көздері шарасынан шығып, бас сауғалар көлеңкез деп, жан таппағанда үйде кісі отырғанына қарамастан тасырлатып кіріп келеді. Әуелі өзіңді басып кете жаздайды. Бәріміз бірдей шу ете қаламыз. Сол кезде әлгі сасық қорс етіп, қайта үркіп жөнелгенде дағар есікті мүйізіне іліп қоса алып кетеді. Менің Қостөбем аудандағы ең әлсіз көтерем колхоздың бірі еді. Малшыларды тігетін баспана болмағандықтан серпіліп жайлауға да көше алмайды. Өстіп жаман-жұман тамдарды пана етіп ауылды төңіректеп быжынаған қара шыбын көк сонамен алысып бықсып отырады.